Сәлем, сіздермен бірге BNE Group. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет. Лайк басып, жазылып кетіңіздер. Бұл фильм Оппенгеймер. Меня пугает Америка, когда мы делаем такие вещи и никто не протестует. 250 мың адам талантты ғалымның жаңа өнер табысынан қайтыс болды. Шынайы оқиғаға негізделген фильм Роберт Оппенгеймердің атом жарылысы туралы көзқарасынан басталады. Ол қауіпсіздік таңдауында комиссияның алдында өзінің өтінішін оқиды. Комиссия мүшелерін қызықтырады. Ғалым неге ақштан кетті? Неужели физиканы тек Еуропада оқуға болады? 1926 жылы жас Оппенгеймер Кембриджде көрнекті физик Патрик Блэкет деген адамның қол астында оқыды. Алайда мұғалімнің тәкаппарлығы мен жеке дұшпандығы студентті алмасын уландыруға итермелейді. Бірақ қорқыныш токсиндеріне емес, қарапайым умен улауға итермелейді. Алайда таңертең Оппенгеймер есін жиып, алманы алып үлгеру үшін сыныпқа қайта жүгіреді. Блэкет оны Нобель сыйлығының иегері алманы тістеп ала жаздаған Нельсон Бормен таныстырады. Бор оған потенциалын жақсарту үшін университетті өзгертуге кеңес береді. Кеңесті қабылдағаннан кейін студент Макс Борн қанатының астындағы неміс Геттингеніне көшеді. Онда ол кванттық физиканың тұңғиығына түседі. Және оқиға 5 жылдан кейін өзінің конфирмациясына дайындалып жатқан Льюис Штраусқа ауысады. Оған Оппенгеймермен танысу және ынтымақтастық туралы сұрақ қойылады. Қарапайым кәсіпкер ретінде Штраус Оппенгеймерге ренжіді. Ол оның қоғамынан гөрі тоғанда Эйнштейннің компаниясын артық көреді. Геттингенде оқуын аяқтап, ғылыми дәрежесін алғаннан кейін Оппенгеймер неміс тілінде кванттық физика бойынша дәріс оқиды. Ол сондай-ақ өзінің әріптесі Гейзенбергтің дәрісіне қатысады. Қысқа әңгіме барысында Оппенгеймер ақшқа оралатыны анықталды. Туған жерімді сағындым және кванттық физиканы сол жерде насихаттау керек. Профессорлық мантияны алғаннан кейін физик Эрнест Лоуренспен кездеседі. Ол бір кездері есірткі сатумен айналысқан, ал қазір ол көрнекті ғалым болды. Және әлемдегі бірінші циклотронды құрды. Оппенгеймер өзінің бірінші сабағында бір оқушыға ғана сабақ береді. Бірақ көп ұзамай ауызша сөз өз жұмысын жасайды. Және аудитория жаңа тыңдаушылармен толтырылады. Тыңдауларда ФБР басшысы Гувердің бұйрығымен Оппенгеймерге арналған құжаттар екінші дүниежүзілік соғыс басталғанға дейін жинала бастағаны анықталды. Бірден ол ақш коммунистік партиясының мүшесі Джин Тетлокпен кездеседі. Олардың артынан билікте отырған адамдар аңдып жүреді. Ұшқын қашықтық пен киімдерін өртеп жібереді. Олардың арасындағы қарым-қатынас тым тегіс емес, жеке майдандағы проблемаларын ғылым жаңалықтары бұза бастайды. Немістер уранның ядросын ыдырата алды. Оны Оппенгеймердің өзі бұл процестің теориялық негіздемесі мүмкін емес деп санаған. Оны бомбада қолдануға болатын тізбекті реакция туралы ойлауға мәжбүр етеді. Бұл туралы мақала 1939 жылы 1 қыркүйекте шығады. Германиядан келген тағы бір жаңалық ғалымдардың жетістігіне көлеңке түсіреді. Польша істей алмады. Тыңдау кезінде Оппенгеймер коммунистердің бейтараптығы екінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін оны әйелі Китти коммунистік партияның мүшесі болғанына қарамастан, оларға деген жанашырлығынан бас тартуға мәжбүр етті деп мойындады. Киттимен романтикалық қарым-қатынасына қарамастан, ол көңіл-күйдің өзгеруінен зардап шегетін Джинмен қарым-қатынасты тоқтатқан жоқ. Студенттердің коммунистік көңіл-күйі педагогикалық құрамға онша ұнамайды. Сонымен қатар Лоренс Оппенгеймерге оның артында бақылау орнатылған меңзейді. Бұл факт Штраус тыңдауында шығады. Кеңес неге физиктің саяси көзқарастарды біле отырып Принстондағы жетілдірілген зерттеулер институтын басқаруды ұсынды деп сұрайды. Оппенгеймердің отбасылық өмірі бірінші баласы туылғаннан кейін қиындай түсті. Бұл оны тіпті әріптесінің пайдасына жаңа лауазымнан бас тартуға мәжбүр етті. Ғалымдар бұл істе нацистерден озып кету үшін атом бомбасын жасауды жоспарлап отыр. Маскүнемдікті атпен серуендеу арқылы емдеп жүрген Китти жұбайын бизнеске оралуға көндіреді. Олсыз қалғандарының қолынан келмейді. Көп ұзамай Оппенгеймерге Гросс деген генерал келеді. Екінші дүниежүзілік соғыс алаңдағы сарбаздарды құтқару бағасын білетін адам. Ол ғалымға Манхэттен жобасын Гейзенберг пен фашистер бұрын жасағанға дейін басқаруды ұсынады. Физик келіседі және бірден бәрін қалай ұйымдастыруды жоспарлай бастайды. Ол үшін Нью-Мексико штатында Лос-Аламоста адам көзінен алыс арнайы зертхана салып бастайды. Сонымен қатар ол генералмен бірге елде серуендеп жұмыс істеу үшін талантты ғалымдарды жалдайды. Біраз уақыттан кейін, мүмкін 28 күннен кейін команда салынып жатқан зертханаға келеді. Бірақ олардың кейбіреулері моральдық тұрғыдан азапталады. Этикалық жақтан олар жаппай қырып жою қаруын жасауға құқылы ма?
жазықсыздар міндетті түрде зардап шегеді. Алайда жобаға қатысушылардың талқылауға арналған бірінші жиналысы есептеулеріндегі тағы бір маңызды проблеманы ашады. Оларды тағы бір рет тексеріңіз деп айтып, Оппенгеймер кеңес алу үшін Эйнштейнге барады. Уранның ыдырауынан туындаған жарылыс соншалықты күшті және бақыланбайтын тізбекті реакцияны тудыруы мүмкін. Ол бүкіл әлемге таралады және оны жояды деген алаңдаушылық бар. Алайда фашистерден қорқулары қолдан жасаған Армагеддоннан күштірек. Қайталанған есептеулер нөлге жақын мүмкіндік береді. Көп ұзамай ескі достары ғалымға, коммунистік жолдастарына оларға кейбір ақпаратты төгіп тастаған дұрыс болар еді деп кеңес береді. Оппенгеймер бас тартады. Бұл туралы тыңдауға хабарлайды. Бұл ақпарат Штраустың делосы үшін өте маңызды. Егер ғалым бір нәрсені жария етсе, онда оны сатқын деп айыптайды. Кеңес одағының өзінің атом бомбалары бар екендігі бұрыннан белгілі болса да, оған физиктің құпия ақпаратты бөгде адамдарға бермегені туралы куәгерлер қажет. Лос-Аламоста Оппенгеймер жиналғандарға Галифакс туралы айтады. Онда тарихта болған ең күшті жарылыс болған. Атом жарылысы теориясын талқылай отырып, әріптестердің бірі бірден келесі қадам ретінде сутегі бомбасын ұсынады. Ол бәрібір де атомдық негізге негізделеді. Полковник Гросс ақпарат құпия екенін және қызметкер әріптестерінің не істеп жатқанын білмеу үшін оны мұқият қорғау, бөлу және билік ету керек екенін еске салу үшін келеді. Тек осылай ғана бәрін құпия ұстауға болады. Бірақ бұл жалпы талқылау тәжірибесіне қайшы келеді. Оппенгеймер бомбаны әзірлеу кезінде Чикагоға барады. Онда экспериментатор өзінің өзі қамтамасыз ететін тізбекті реакция жасай алды. Сапар Гросстың назарынан тыс қалмайды. Оның сөгісі осындай қысыммен жұмыс істегісі келмейтін ғалымдардың бірінің кетуіне себеп болады. Алайда тыңдауларда Гросс Оппенгеймер өзінің командасының қауіпсіз хаттамаларын бұзғанын көргенмен, кеңес одағына құпия деректерді бермегеніне сенім білдіреді. Соған қарамастан Оппенгеймердің бұрынғы әріптестерінің бірі коммунистерді ашық қолдайды. Онымен кез келген байланыс үшін билік автоматты түрде сенімсіз деген клеймо қояды. Бірақ физиктің өзі әйелі баласын қарап жатқанда Джин Тетлокпен бірге болғанды жөн көрді. Бұл кездесулер туралы ақпарат Китиді алдаушы күйеуін моральдық қолдаусыз қалдырып, тез арада тастап кетуге мәжбүр етеді. Оппенгеймерді тыңдау кезінде Манхэттен жобасының қауіпсіздігіне жауапты орыс тектес қарсы барлаушы Борис Паш жауап алады. Ол ғалымды құпия коммунист деп санайды. Бірақ физик оған теориялық тұрғыдан сенімге енуге қабілетті тыңшылардың белгілі бір құпия желісі туралы теорияны айтып береді. Оппенгеймер бұл жағдай туралы Гроссқа айтады. Ол Пашты Еуропаға барлау жұмыстарын жүргізуге жіберді. Солайша жобаны биліктің шамадан тыс назарынан қамтамасыз етті. Рождество кезінде Гросс ғалымдарға қонаққа Нильс Борды алып келеді. Ол команданың есептеулерімен танысады және жол бойында жұмысты одан әрі итермелейтін жақсы идея береді. Ол сондай-ақ Оппенгеймерге мұндай қуатты қаруды жасау әлемді құтқаруға емес, оны жоюға қабілетті екенін және бұл оның ар-намысында болатынын ескертеді. Сонымен қатар Оппенгеймерге Джин Тетлок өзін-өзі өлтірген туралы хабарлады. Ол таблеткаларды жұтып, ваннаға батып кетті. Бірінші махаббаты үшін қайғырып ғалым орманға кетеді. Онда заңды әйелі Кити оның суықтан дірілдеп жатқанда табады. Бірақ команда арасында алауыздық пен дүрбелең болса да, жұмысты жалғастыру қажет. Қызметкерлердің бірі тіпті ұжым ішіндегі атмосфераны қабылдай алмайды. Эдвард Тейлер сутегі бомбасы идеясымен асығуды жалғастыруда. Оны жасау үшін жұмыс істейтін атом бомбасы қажет. Оның идеясы тіпті саясаткерлердің талқылауына шығарылады. Осы кезде Еуропадағы фашизм соңғы күндерін өмір сүріп жатқаны анық. Енді янкилер үшін орыстар басты қауіп болып табылады және оларды қоныстандыру үшін мощный бомба қажет. Оппенгеймер мұндай ультимативті қаруды жасау кеңестерді Стахановтың қарқынымен технологияны көшіру арқылы лайықты жауап дайындауға мәжбүр етеді деп санайды. Ғалымдар Борданмен танысады. Ол кейіннен егжей-тегжейлі есеп шығарады. Онда оны бомбаны жасау кезінде диверсия жасады деп айыптайды. Оған әскери бөлімдегі зұлым адамдар біріктірген физиктің жеке делосы көмектесті. Оппенгеймердің өзі студенттердің алдында сөйлейді. ақш-тың жанашыр басшылығымен бүкіл әлем бойынша атом бомбасын бейбітшілік үшін қолдануды негіздейді. Гросс пен Оппенгеймер Тринити деп аталатын атом бомбасының бірінші сынағына дайындалуда. Бұған дейін бақылауға қауіпсіздік қашықтықты белгілеу үшін команда сақтандырғыштары сынайды және қуатты есептейді.
Қорғаныс министрлігі бұған параллель Токионың ядролық бомбалауын талқылап жатыр. Талқылау біртіндеп бомба сарбаздардың өмірін сақтайдыдан соғыстан кейін кеңестерге қарсы тұру үшін қосымша бомбалар қажет деген әңгімеге көше бастайды. 45 жылдың шілдесінде жоспарланған Потсдам конференциясының бірнеше күн бұрын сынақтар өткізу туралы шешім қабылданды. Труман Сталиннің алдынан өтуі үшін Оппенгеймер командасы бақылау пункттерін орналастыру және прототипті жинау арқылы дайындықты тездетеді. Орнында жиналған бомба болат мұнараға көтеріледі. Бір күн бұрын Оппенгеймер үйден шығып сынақтарға барады. Ол болашақтың ауқымын түсіну үшін бекітілген бомбаға жеке өзі көтеріледі. Содан кейін қалғандарымен бірге жақын маңдағы лагерьді күтеді. Жарылыс 16 шілдеде таңертең 6:30-ға жоспарланған. Физик пен генерал бункерде ұйқысыз түн өткізеді. Теорияда бүкіл әлемді жойып жіберетін тізбекті реакция болуы мүмкін деп алаңдайды. Таңертең таң атқанға дейін дабыл зымыраны сынаққа 20 минут қалғанын білдіреді. Ғалымдар мен әскерилер бақылау пункттерінде орын алады. Таймер шиеленісті күшейтіп соңғы секундтарды есептейді. Содан кейін аспан керемет жарқын жарқырайды. Кейін оған отты саңырау құлақ шығады. Бақылау пункттеріне соққы толқыны келеді. Оны қуаныш толқыны ауыстырады. Сынақтар сәтті өтті. Команда Оппенгеймерді батыр ретінде шаршамай қарсы алады. Сынақтан кейін қол шапалақтайды және құттықтайды. Әскерилер жапондық сынақ субъектілерінде далалық сынақтарда қолдану үшін жаңа бомба үлгілерін жасайды. Ғалым генералдан Труман тек Сталинге жаңа қуатты қарудың бар екені туралы меңзегенін біледі. Жүк көліктеріне қарап, Оппенгеймер мұндай қаруды азаматтарға қарсы қолдануға рұқсат беру туралы моральдық мәселелермен азаптай бастайды. Кейінірек радиода ол президент Хиросиманы бомбалау туралы айтып жатқанын тыңдайды. Әскерилер қуанады, өйткені Жапонияның берілуінен алыс емес. Олар бірге Оппенгеймер жалпы қуанышты бөліспейді. Көптеген өлім-жітім үшін жауапкершілікті сезінемін, бірақ көрініс үшін тым көп зардап шекпейді. Тәжірибені команда алдында өнер көрсетумен біріктіреді. Тек өткінші көзқарас үлкен күнді бұлдыратады. Оның суреті Time журналының мұқабасынан безендіреді. Ол президент Труман ғалымды марапаттайды. Президент Оппенгеймерге тәнті болады. Алайда ғалым атом энергетикасы саласында халықаралық ынтымақтастық орнатуды ұсынған кезде Мсье Зор кеңестерде мұндай бомба ешқашан болмайды деп қарсылық білдіреді. Сондықтан қазір ақш шеруді басқара алады. Бірақ егер СССРда жауап беруге мүмкіндік болса, онда ақш атом қаруы саласындағы дамуды жалғастыруы керек. Оппенгеймердің пацифизмінен көңілі қалған Труман кездесуді аяқтайды. Тыңдауда Оппенгеймердің одан әрі жұмысы ақштың ядролық әлеуетін шектеуге бағытталғаны анықталады. Және сутегі бомбасын жасаумен айналыспаумен. Бұл Штраус пен интерестер қақтығысына әкеледі. Ол байланыстарын қолдана отырып, ғалымның туыстары мен достарын қуғын-сүргінге ұшыратады. Манхэттен жобасында күдікті деректерді жіберетін кеңестердің агенттері бар болғаны білінді. Оппенгеймердің өзі билікті ашық диалогқа шақырды. Атомный бомбаның салдарынан фотосуреттермен көріп, ғалым қайтадан рефлексияға түседі. Тейлор екінші дүниежүзілік соғыс СССР мен суық соғысына біртіндеп ұласып, бастықтан сутегі бомбасын жасауды сұрайды. Бірақ ол келіспейді. Сауда министрі лауазымына таңбаланған Штраус тыңдау кезінде оның Оппенгеймермен араздығы туралы жағымсыз фактілер пайда болады. Ол ұзақ уақыт бойы дөңгелектерге таяқтар салған. Оппенгеймердің әріптесі куәгер ретінде қажетті үкімнің қызмет ететін айғақтар алу үшін доктор Хиллді шақырды. Ол елдің көптеген ғалымдар үшін сөйлеуге батылдық танытады. Және бұл сияқты Штраусты министрдің тағайындауына қарсы саясаткер ұсынған елдің қауіпсіздігі туралы алаңдаушылық емес. Оппенгеймерге қарсы репрессия ұйымдастырған жеке мотивтері үшін деп айтады. Егер ол осындай адамның беделін түсіре алса, онда қарапайым ғалымдардың көзін жояды деп айтады. Осы айғақтар негізінде комиссия Штраусқа министр лауазымына тағайындаудан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Бас тартқандардың арасында жас сенатор Джон Кеннеди бар. Ол Оппенгеймермен қалай әрекет еткенін ұнатпады. Фильм Оппенгеймердің қарт адамына президент өзінің елге сіңірген еңбегін мойындай отырып, энергетикадағы жетістігі үшін сыйлық беретін сахнамен аяқталады.